болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Ал енді мынау маңдайдағы киіз үй. Қазақ ішіне Ауропа ғылым өнері таралсын деп, түндігін батыстан аштық. Есік тұсында газетаның атауы. Қазақ газеті қазақ жұртына әр мәдениет есігі, әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі болсын деген ниет. 20 ғасырдың басы қазақ халқының ояну дәуірі. Бұл кезеңде елдің санасы өзгеріп, ұлттың болашағы үшін күрес басталды. Сол кезде халыққа бағыт-бағдар беріп, көзін ашқан ең басты ақпарат көзі қазақ газеті болды. Қазақ газеті 1913 жылы 2 ақпанда Орынбор қаласында алғаш рет жарық көрді. Негізін қалаған қазақтың 3 ұлы тұлғасы Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлы. Газет аптасына 1 рет шықты, кейін 2 рет шыға бастады. Алғашқы нөмірі небәрі 3000 дана болып, таралса да бүкіл қазақ даласына тез тарады. Сол кездегі ауылдар мен болыстарда қазақ газетін жұрт бірігіп жаздырып оқыған. Басылымның негізгі мақсаты қазақ халқының білімін арттыру, ұлттық санасын ояту, қоғамдық пікір қалыптастыру және тәуелсіздікке ұмтылысқа үн қосу болды. Қазақ газеті тек жаңалық емес, халыққа бағыт-бағдар беретін ағартушылық мінбер болды. Қазақ газетінде жер мәселесі, оқу ағарту, әйел теңдігі, ұлттық экономика, мәдениет пен тін тақырыптары көтерілді. Әсіресе Ахмет Байтұрсынұлы тіл жазу, білім беру жөніндегі мақалалар халық арасында үлкен қолдау тапты. Міржақып Дулатұлының өз еңбектері елдің бірлігі мен ұлттық намыс туралы жиі жазды. Газеттер әр қазаққа оқы, білім ал, өз жеріңді, тіліңді сақта деген үндеу тастады. Қазақ газетінің төңірегінде көптеген опциялар топтасты. Олардың қатарында Жаһанша және Халел Досмағамбетовтар, Мұстафа Шоқай, Халел Ғаббасов, Елдес Омаров сияқты тұлғаларымыз болды. Бұл азаматтар халықтың болашағы үшін жан аямай еңбек етті. Олар саясат, білім, әйел теңдігі сияқты тақырыптарды қозғап, ұлттың оянуына жол ашты. Газет арқылы алаш сиялары саяси сауатсыз Қазақ газеті 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамының айнасы. Ол ұлт мүддесін қорғаған, отаршылдыққа қарсы тұрған басылым. Алайда 1918 жылы кеңес үкімет орнағаннан кейін ол жабылып қалады. Ал оның авторлары мен ұйымдастырушылары қуғын сүргінге ұшырайды, яғни репрессияға. Соған қарамастан қазақ газеті ұлт рухын сақтап, кейінгі ұрпаққа тәуелсіздік идеясын жеткізеді. Қазақ газеті жай ғана басылым емес, ол қазақ халқының азаттық жолындағы рухани қозғалыстың бастауы. Газеттің рухы мен идеясы да бүгінде өзінің өзектілігін жоғалтқан жоқ. Қазіргі ақпарат ғасырда біз өзіміздің ұлт зиялыларымызды үлгі тұтып, өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді ұмытпауымыз қажет. Қазақ газеті ең бастысы бізге сабақ қалдырды. Халықтың болашағы оның білімінде, идеясында және рухында. Қазақ газеті ұлт руханиятының шам-шырағы. Ол халықты бірлікке, білімге, азаттыққа үндеген басылым. Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан және Міржақып Дулатұлы сынды ұлт сияларының еңбегі арқылы газет қазақ халқының көзін ашып, ел болашағын айқындауға үлкен үлес қосты. 1913 жылы жарық көрген қазақ газеті аз ғана уақыт өмір сүрсе де, оның көтерген идеялары мен жазған ойлары бүгінге дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ. Бұл басылым қазақ журналистикасының алтын қазығы, ұлттың рухани тәуелсіздігі жолындағы мәңгілік үн болып қала бермек. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.